Баршаңызға сәлем. Қасиетті Рамазан айына бірнеше күн қалды. Соған байланысты мен сіздермен пайдалы ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Рамазан айында кімдерге ораза ұстамауға рұқсат беріледі? Рамазан айында ораза ұстамайтын, бірақ содан кейін қазасын өтейтін адамдар бар. Олар мыналар. Жолаушы. Шариғат тұрғылықты жерінен таң атқанға дейін ең кемі 86 шақырым қашықтыққа сапарға шыққан адамға ораза тұтпауға рұқсат етеді. Бірақ кейін қазасын өтеп береді. Егер таң атқаннан кейін жолға шықса, онда оған бұл күні ораза ұстау қажет болады да оразаны бұзуға тыйым салынады. Дегенмен ораза ұстау жолаушыға қиындық тудырмаса, оған ораза тұту мұстахаб болады. Дертке шалдыққан адам. Рамазан айында науқас адам ораза себепті денсаулығы нашарлаудан немесе дертінің жазылуы баяулаудан қауіптенсе, оған ораза ұстамауға рұқсат етіледі. Әрине, бұл жерде тәжірибеге немесе білікті дәрігерлердің нұсқаулығына жүгінеді. Ауруы себепті ораза ұстай алмаған жандар емделгеннен кейін ұсталмаған ораза күндерінің қазаларын өтеулері қажет. Жүкті және емізулі баласы бар әйел. Жүкті әрі емізулі баласы бар әйелдер ораза ұстау өзіне не баласына зиян беруден қорқса, ораза тұтпауға рұқсат етіледі. Сонымен қатар дәрігер бала емізетін әйелге сәбидің еміне қажетті дәрумендер қабылдауды жазып берсе, онда оған ораза ұстамауына рұқсат етіледі. Өміріне қауіптену. Аузы берік адам ауыр жұмыс істеу арқылы қатты шөл мен аштыққа шалдығып, сол үшін өмірінен не есінен айырылатындай жағдайға душар болса, онда оған оразасын бұзуға рұқсат етіледі. Кейіннен бұл күннің қазасын өтеп береді. Алайда мұндай кісілерге оразаны басынан бастап ауыз бекітпей бірден ұстамауға рұқсат етілмейді. Сондықтан Рамазан айында ауыр жұмыс істейтін адамдар оразасын аяғына дейін ұстауға кедергі келтіретін тым көп жұмыс істемегені жөн. Сондай-ақ жылдың басқа мезгілінде ораза ұстауға шамасы келмейтін қария кісіге және созылмалы дерті бар кісіге, өмір бойы ауыратын, ораза ұстамауға рұқсат етіледі. Оларға қазасын өтеу де шарт емес. Берілген ақпарат сізге пайдалы болды деген сенімдемін. Келе жатқан Рамазан айы мүбәрәк болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.